Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бірегей заттың тарихы айдарының кезекті саны 1916 жылғы Торғайдағы ұлт-азаттық көтерілістің басшысы Амангелді Үдербайұлы Имановтың кісесі туралы болмақ. Дәстүрлі қазақы ортада кісе деген атаумен қолданыста болған бұл бұйым қазақ белдіктерінің ішінен өзінің функционалдық әмбебаптығы, құрылымының күрделілігі, тарихи генезисінің тереңдігі және өзіндік эстетикалық болмыс бітімімен ерекшеленеді. Яғни, кісе көшпелі ортада басқа белдіктер мен белбеулерге тән функциялар ғана атқарып қойған жоқ, сонымен қатар шаруашылық, саятшылық және әскери қолданыстық мәні болды. Кісе белдіктерді сыртқы пошымының аймақтық ерекшеліктеріне байланысты жіктеуге болады. Этнограф ғалым Нұрсан Әлімбайдың жіктеуінше, біз сөз етіп отырған кісе Павлодар, солтүстік және орталық Қазақстан, сондай-ақ қазақтар ежелден қоныстанған Омбы өңірлерінде жасалынған кіселер тобына жатады. Бұл типологиялық топтағы кісе белдіктің қалталары бес бұрышты болып келіп, қалтаның астыңғы қыры ортасынан сәл сүйірленіп барып түйіседі. Осы ретте 1916 жылғы Торғай қазақтарының ұлт-азаттық көтерілісінің бас сардары Амангелді Имановтың кісесін атауға болады. Бұл кісе белдіктің негізі қос қабат былғарыдан екі шетін тігу арқылы жасалған. Белдіктің екі ұшында өрнектелген металл қаптырмасы бар. Бірі ілгекті, бірі сүйірленіп біткен. Кісе қалтаның бетіне бедерлеу техникасымен қазақы өрнектер түсіріліп, ортасына дөңгелек күмістен қаптырма бекітілген. Беткі бөлігі дөңес, артқы бөлігі жайпақ болып келген дәрі құтының екі шетіне бекітуге арналған шығыршық тағылған. Ал мұрт пошымды оқшантайдың беті бедерленіп, жоғарғы бөлігі айшықты металл қаптырмалмен безендірілген. Бұл белдіктің ұзындығы 150 сантиметр. Ұсынылып отырған кісе белдікті Амангелді Имановтың ұлы Шәріп Амангелдіұлы 1936 жылы музей қорына тапсырған. Назарларыңызға рахмет.